Шашатын ертеңіме жарық партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе, түстім арман жолына 42 әріппен толы болған қызыққа, туған үйде сыйлыям. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстас, жүзінен нұр шашқан қыз. Естен кетпес көктемім, жүрегімнің жыр әні, ақын безді мектебім, бақытымның тұрағы. Күніміз мөлдір сырымыз, естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенім, тәрбиең сенің, мектебім алтын үйім менің. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Жетеміз біз асқарға. Шараны бастаймыз. Көрмеген ортаға жас кеткен шаққан 20 түлектер ортаға. Сыйы өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен, өтіп кетті-ау 20 жас 20 өтпемде. Айылындай денсік бірге оқылған, енді міне кездестік қайда мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен, өтіп кетті-ау 20 жас 20 өтпемде. Айылындай денсік бірге оқылған, енді міне кездестік қайда мектепте. Еске алысып әңгіме бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандармен, жүздерінде әлі тұр балалық белгі. 20 жыл уақыт өтті.
Менің өтем қандай көркем тамаша, көз тоймайды келбетіңе қараса, мөлдірейді дөңгелеген көздері, аққулар мен қандары бар қараша, мақтан етем көркемді, көркем менің көркемім. Көздеріңде тербесем, қайығыммен жеткенді. Көздеріңде тербесем, қайығыммен жеткенді. Сүйді менің қалам, бұл менің қызылордам, Қызылорда мекенім, туып өскен жерім, жаңадан өскен қалам, өзіңе бас иемін, суық сенің ызғарың, мен үшін жылы, мен үшін кең байтақсың, қызыққа толы, кең байтақсың мен үшін қала, әрбір жерім жүректе қалған, сенімен өткен күндерім, әрбір кеште қалада болды, басқаша боламайды, жүрегім қаламайды, өмірін сұрамайды, ауасын жақтырмай, басқалар жұтпайды, өзгеше боламайды, әрқашан ешқашан туған жер ұмытпайды. Қызылорда, 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 Қызылорда әдемі, жерұйық қала, сырты ғажап әлемі, келгенің жаңа, таңғалдырған талайды, ғажайып қала, жолын елден арайлы, Қызылорда, Қызылорда. Менің ай, туып өскен жерім ай, анамыздай сірелі, менің ай, сенің ай, көрген сайын таңмаған, сенсіз әлем бармаған, сүреді, сүрдің сәнің қалмаған, болсын сенің мәңгіман, жүреді. Менің әрке жүрегімде, қасиет арласы бар сүретінде, сыранып келіп саған еркеледім, өзіңнен самғап ұшып күледім кел. Аспаннан шашқыдан бар тамаша, жастарың қуаттанып жүр жараса, көркемім ертеңім жарқын болсын, сағынып келемін сені. Елім ай, туып өскен жерім ай, анамыздай сірелі, менің ай, сенің ай. Елім ай, қандай ғажайып жерім ай, ата мекен жерім ай, менің ай, сенің ай. Көрген сайын таңғалған, сенсіз әлем бармаған, сүрелі, сырғасы болмаған, болсын сенің мәңгіман, жүрелі. Ассалаумағалейкум қадірлі қонақтар, тұрғындары, елдің айт мерекесімен қатар келіп жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті ауылдастар, қадірлі қонақтар, ардақты ұстаздар мен аяулы түлектер. Бүгін міне жүрекке жылу, көңілге қуаныш сыйлаған ерекше күн. Осыдан 20 жыл бұрын нөмірі 189 орта мектептің алтын ұясынан қанат қаққан түлектер туған ауылына
тарту ретінде балаларға арналған ойын алаңқайы бар, аллея салып беріп, үлкен сауапты іс жасап отыр. Бұл жүректе туған шынайы, жүректен туған алғыстың, елге деген перзенттік борыштың айғағы. Мінекей, елім дейтін елім болса, елім дейтін ерім бар деген осы ағай. Мінекей осы ашылып атқан түлектердің мінекей ашылу салтанатына кентіміздің басшы Сәду Жасұланды және ардагерлер кеңесінің төрағасы Сартай Ақсақалымыз ортаға қошеметтеріңізбен шақырып атсақ ағай. Келіңіздер. Баршаңызды бүгінгі қасиетті жұмада құттықтап келген ұлық мерекеміз Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, Құрбан айтқа тілеген дұғаларыңыз, ниеттеріңіз, шалға құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ендігі осы жұма күнімен мынандай тамаша ауа райында осы сіздерді, құрметті түлектер, 20 жылдық мектеп бітіру кешімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңада айтып жатыр ғой, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болады дейді. Осындай сіздердің туған жеріне тағзым етіп, осындай құрмет көрсетіп, сый-сияпат көрсеткендеріңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Енді бұл дегеніңіз келесі сіздерден де кейінгі ұрпаққа өте өнегелі іс болып қалары сөзсіз. Алдағы уақытта осылайынан елімді, жерімді өртеп деген азаматтардың осындай жақсы игі істерден бастамасы бұл өте құптарлық іс деп ойлаймын. Сол үшін де сіздерге шын жүректен алғысымды айтамын. Рахмет. Ендігі осы алаңнан осы тағы да жаңа спорттық үйірмелеріміз бар, басқа да бар, Белгілі кенті одан кенде емес. Содан еліміздің ертең көк байрағын жоғарғы ареналарда желбіретеді деген ойдамын. Осы жас жеткіншектер сіздерге де осы жасап жатқан істеріңізге шынайы алғысымды және ризашылығымды білдіремін. Сіздердің де отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрдайым осындай елге көмек көрсетіп, осындай елмен бірге жүре берулерге шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Құрметті Белгілі кент тұрғындары, осының куәгері, осы ортамызда өзімізде ашылған жаңадан 189 мектептің 87 жылғы түлектерінің мектеп бітіргеніне 20 жыл бар екен. 20 жылдық мерекелерің құт берекелі болсын. Жанұяларың аман, бала-шағаларыңыз өсіп өне берсін. Ал енді мынау еліміздің осындай орталығына, елімізге, Белгілі кентіне осылардың істеп жатқан осындай мына тым жақсы балалар әлемі, бала адамның бауыр ет дегендей балаларыңызға осындай ойын-сауық алаңын салып беріп жатыр екен. Осыған Белгілі кент тұрғыны болып, ата, әжелер, апалар, қарындастар, осы балдарыңыздың ойынның азып тозбауына, осының жалғасын таба беруіне бәріне осы халқымыздың ардагерлері, ақсақалдары біздер атсалысып, бір ауыздан қолдап, осының бұзылмауын, осының білінбеуіне атсалысайық. Мынау ерлердің еткен еңбектері қанша қыруар, түні тынбай күнде көремін еңбек етіп жатады. Мынау абзалдары бар, анау есілдері бар, туы Бәйтеректен келіп, бағана Бәйтеректен келген балаға айтып жатырмын. Тұраған жерің Бәйтерек, сен болмасаң бұл өмірде орталық болып не етер қайтерек деп. Ана мынау есіл жол айналайын келіп жатқан 89-ның ұл-қыздары әділжан мынау тұрған күнде жұмыстан келеді, түніменен осы арада жұмыс істейді. Мінекей, осының бәрі Белгілі кенттің абырой атағы, балдарымыздың өсіп өнуі салтанасына жаңалық өндіріс, енді өндіріп жатқан, ендірген қызметтерің Алладан қайтсын. Мінекей, сіздің балдарыңыз, бірің немерелерім, сендердің Құдай берген немерелерім осы алаңда күліп ойнап, папамыздың, мамамыздың атсалысқан, халқымыздың атсалысқан еңбегі қойдып, соны елеп жүретіндей азаматша бола берсін. Мерекелерің құтты болсын, 20 жылдықтарың, 11 жастарыңыздар өтін. Осындай 4-5 20 жылдық жаңалық ендіре беріңдер. Бәріңіз жаныңа амандық, бірлік тілеймін. Мынау тұтпасы келіп жатқан жаңа айтып жатыр ғой. Күнің жұма, Құрбан айдың қабат келіп тұр. Сіздің мерекелеріңіз бар.
екіден абат болсын, екіден қабат болсын. Тойларың той қыласа берсін, жалғасын тапсын. Әумин, рахмет. Туған жерге қызмет ету әр азаматтың парызы. 20 жыл бұрын мектеп партасына қанат қаққан жастардың елге еткен еңбегі, бүгінгі ұрпаққа өнеге. Енді баршаңызды көптен күткен сәт жаңа ойын алаңының лентасын қию рәсімінде шақырамыз. Лента қию рәсімімізді сіздерде. Ақсақалдар келсін деп жатыр. Мынау кентіміздің үлкен тұрғындары, үлкен ақсақалдары болса. Мына Белкөл кентінің ақсақалдары, осы балдардың, түлектердің ұстазы, ең алғашы, жаңағы менің ашым жұмашым қайда? Мен көз көрген соның бәрін елеп атқаным ғой, іздеп атқаным. Болмаса мұғалімдер біреуі келіп, лентасын жұмашым айтып жатырмын ғой, жұмашты іздеп жатырмын ғой. Жоқ, қолыма қарамайсың ба, шырағым ау? Сартай көкеміздің қолымен жұмыс істейтін Жұмаш апа қайда? Қошемет лайықшы кенеге. Келіңіз Жұмаш апа. Ақсақал. Неғына бер жағынан түкте алмай ма, бер жағынан? Біраздан шықпады ғой, жауабы. Қол ұстасып қияма бір екісі. Бер жағынан шықты демей ма, бер жағынан? Ал қошеметтеріңіз, кент тұрғындары, түлектер, ұстаздар, қонақтар. Артқадан отырайық, артқадан. Тия беріңіздер. Шапалақ, шапалақ, шапалақ. Қошеметтеріңіз, кент тұрғындары мен қонақтар, ұстаздар, түлектер, жермалдық. Рахмет, Алла қаласа 30-лыққа келіп, тағы да осы аллеяны үлкейтіп арғы беттен 40 жылдың жолдың арғы бетінен жалпы 100-ге келгенше осы кенттік тұрғындар тек аллеямен жүретін қыламыз деп атымда түлектер. Қошеметтеріңіз ағайын. Танаптарыңызға нұр жаусын. Кентіміздің көркіне көрік қосқан аллея салуға жұмыла атсалысқан азаматтарға алғыс хат тапсыру рәсімін бастасақ. Алғыс хат, құрметті Ғалымжан Нұрғалиев, сізге нөмірі 189 орта мектептің 1987 жылдағы түлектерінің туған жерге деген жанашырлығы мен елжандылық үлгісі ретінде Белкөл кентінде балаларға арналған ойын алаңы мен аллея салуға белсене ат салысқаныңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Туған өлкені көркейту жолындағы бұл игі қадам өскелең ұрпаққа үлгі боларлық ізгі іс. Сіздің осы шараға қосқан жеке үлесіңіз, еңбегіңіз бен ниетіңіз құрметке лайық. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбекте табыс және өмірлік сәттілік тілеймін. Ізгі тілекпен Қызылорда қаласының әкімінің орынбасары Омаров дейді. Қошеметтеп отырыңыздар ағайын. Осы үлгіде алғыс хат Нұрдәулет Ерболатұлы. Осы үлгіде алғыс хат Ермек Сартайұлы.
Ысқақ пен Марат Жәнібекұлы. Дәл осы алғыс хатпен Абзал Маратұлы. Есіл Ермаханұлы. Дәл осы түлектеріміз Ғани Құрманғазыұлы. Ғани Құрманғазыұлы бар ма? Ерлан Мұратбекұлы. Қатты дауыс шығып атқан азаматтар, осы жерге қонған азаматтар ау дейме? Келіндеріңізге рахмет жаңғырақта, осындай қондырып жүрген. Жасұлан Ақылбекұлы. Осы марапатпен алғыс хаттағы құрметті Ержан Әшімұлы. Тағы да құрметті Алдияр Нұрланұлы. Байзақ Ертуғанұлына. Осындай нақыштағы марапатпен Нұрлан Әлжанов. Нұрлан Жаңақұлұлы. Мұхтар Асқарұлы ортаға. Қанеке. Ғалым Жармаханұлы. Әділ Рүстембекұлы. Осы келіндерге, осындай азаматтарды осындай жұмысқа рұқсатын беріп жатқан келіндерге көп рахмет жаңғырақтағы. Кейбір жандар бар, 20 жылдық айтесің деп жататын. Мына азаматтылығы бар, Дәуренбек Асылбекұлы. Енді осылай тұрған күйімізді естелікке суретке түсейік. 20 жылдық, алда қаласа 30 жылдықта, 40 жылдықта. Жастарымызға жасты қосқанда, балдарыңызға басты қосқанда естелікті көріп отырамыз. Рахмет. Рахмет. Бүгін балалық шағына қайтар олғандай болған түлектер үшін әр ұстаздың орны бөлек екені анық. Ұстаз ұрпақтың шамшырағы, бақыт бағдар берер темір қазығы. Олай болса, сол түлектердің жүрегіне білім мен тәрбие нәрін сіңірген, ұзақ жылдар осы мектеп қабырғасында еңбек еткен аяулы ұстаздарға сөз кезегін берсек. Ұстаздар ортаға келіңіздер.
Бүгінгі мектепті тәмамдағанда 20 жыл болған шәкірттеріңізге 20 жылдан кейін еліне оралып, мектебіне оралып, мынау ауылға осындай істерін қылып атқан азаматшалардың ұстаздары ортаға келіңіздер. Ұстаздар, бармыз ба? Қошеметтеріңізді қылыңыздар ағайын. Тілектер 20 жылға. Құрметті халайық, бүгінгі мерекелеріңіз, айт мерекесі барлығы құтты болсын. Осы жерге жиналып, біздің түлектеріміздің еңбегін бағалап, адамгершілігін жоғары көтеріп жатқан сіздерге үлкен рахмет. Біріншіден осындай шәкірт тәрбиелеп, осындай азамат еткенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Сендерге әрқашанда осындай жақсының жанында жүрулеріңе, жүректеріңе тек жылылық ұялауына, бүкіл халыққа, елге, қоғамға ылғи да осындай жақсы жақтарымен көрінулеріңе тілектеспіз. Осы балалардың жақсы болып өсуіне бізге жақсы қылып тәрбиелеп берген ата-аналар отыр. Сіздерге рахмет, сіздердің де еңбектеріңіз, сіздердің арқаларыңыз әрқашанда жақсы жақтан көрініңдер. Дендеріңе саулық тіледім, жанұяларыңа бақыт, береке тіледім. Еңбектерің жанып, осындай гүл-гүл жайнап жүре беріңдер. Біз сендермен қуанамыз, мақтанамыз. Құрметті Беркүл тұрғындары, бүгінгі біздің мектепте, біздің 2004-2005 жылы мектеп табалдырығын аттаған оқушыларымызға оқу бітіргендеріне 20 жыл болып жатыр. Бұл өте үлкен қуаныш, барлықтарымызға құрбан айтпен қатар кеп жатыр. Айттарыңыз құтты болсын, берекелі болсын, жанұяларыңызға қуаныш, береке әкелсін. Мына істеп жатқан тіршіліктеріңе балалар алаңын ашып жатсыңдар. Көп рахмет. Сендердің де ер жетіп, елдеріңе қызмет етіп жатқандарыңыз Алладан қайтсын. Мына осы арада келіп тұрған балдарымның, қыздарымның барлықтары өз жолдарын тауып, бір жерде отыр. Рахмет, еңбегімізді ақтады. Барлықтарыңыздың семьяларыңызда бақыт болсын. Жанұяларыңыздың тұрағы болыңыздар, мерекенің бұлағы болыңыздар, сыңарларыңыздың сыңары болыңыздар. Қай уақытта да жолдарыңыз ақ болсын, осы тірліктеріңе береке берсін. Алға 30, 40, 50 жылда осыға да кездесіп, балдарыңызды, немерелеріңізді ойнатып жүре беріңіздер. Рахмет, Алладан қайтсын істеген тірліктеріңіз. Құрметті кент тұрғындары, ата-аналар, 20 жылдық кеш бітірушілер, 20 жылдықтарыңыз құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Осылай елге, елеулі елімізге қызмет етіп жүре беріңіздер. Отбасыларыңыз амандық, бірлік болсын. Рахмет, қуаныштарда болсын. Құрметті қауым, осыдан 20 жыл бұрын мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан жас түлектер бүгінде елдің әр саласында еңбек етіп, қоғамның белсенді азаматтарына айналды. Бірақ олар қайда жүрсе де жүрек түкпірінде Алтын Бесік ауылы мен Алтын мектебі сақтаулы. Бүгінгі тарту соның дәлелі. Олай болса ауылға, ұстазға, мектепке деген шынайы алғысын жеткізу үшін сол сөз кезегін 2005 жылғы түлектердің атынан Жақыпбек Нұрланды және Әбілдаева Айзада қарындасымызды, інімізді ортаға шақырайық. Келіңіздер. Нұрлан Айзада, 20 жылдық мектеп бітіруші түлектер. Құрметті қонақтар, құрметті Аслан Қабилуллаұлы және ұстаздар, түлектер, бүгінгі күн ерекше күн. Осыдан 20 жыл бұрын 2005 жылы барлығымыз 189 орта мектептен түлеп ұштық. Үлкен өмірге қанат қақтық. Содан бері арада зулап сынаптай сырғып біраз уақыт өтті. Бүгінде енді бір-бір отбасының тірегіне айналып, бір-бір елге
үлкен үлес қосып жүрген әрбір саланың маманы ретінде өздеріңізді таныта білдірді. Бүгінгі мереке құтты болсын. Ұстаздарымызға әрдайым басымызды иіп өтеміз. Бізді осындай үлкен дәрежеге жеткізгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Мына енді бала күннен бергі достығымыздың белгісі ретінде осындай аллеяны тарту туралы бастаманы құрдастарымыз, сыныптастарымыз, оның ішінде Абзал өзі бастап ұсынған болатын, соны бір ауыздан қолдап, осындай дәрежеге жеткізген баршаңызға алғысымызды білдіреміз. Лайым осы ойын алаңында балалардың күлкісінің сіңгірі естіле берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тағы да құтты болсын. Және осы тілегімді жалғастырып, Сахиба Гүлнар 20 жылға мектеп түлегі. Құрдастарым, менің класстастарым, осы бүгінгі келіп жатқан 20 жылдық мектеп біру кештерің құтты болсын. Жасап жатқан еңбектерің, туған өлкеге сыйларың, осы абыройлы болып атқарып шыққан еңбектерің құтты болсын. Осы балалар қуана берсін, кентіміз көркейе берсін. Барлықтарыңа осы алдағы уақытта тек қана жақсылықтар болсын. Осы балдарым осы ойын алаңында ойнай берсін. Ұстаздарға мың алғысымызды айтамыз. Әйтеуір осындай бізді тәрбиелеп, өсіріп, білім беріп, үлкен өмірге аттандырған ұстаздарымызға мың алғысымызды айтамыз. Қазіргі күні 20 жыл өтті. Барлығымыз бір-бір маман иелеріміз, бір-бір үйдің егелеріміз, сол үлкен азамат болып өсіп шықтық, Құдайға шүкір. Сол сіздерге барлықтарыңызға алғысымды айтамын. Құтты болсын. Рахмет, естелік суретке ұстаздарымыз бенен келіңіздер. 20 жылдық түлектер. Бұл сіздердің көңілдеріңіз, тейімдеріңізге қарай, ниеттеріңіз қарай күнде өзі жақсы болып тұр. Сонда келіңіздер естелікке. 20 жылғы мектеп бітіруші түлектер, ұстаздар. Құрметтеріңізге кент тұрғындары қонақтары және 20 жылғы түлектер. Бақытым сенен өзге бар ма менің, аналық махаббатым шексіз саған, өлшеулі жүрегімнің бал бөбегім. Сен қуанып күн баласың, жаралған бақыт үшін әлемдегі
балаларымыз жыламай, маңаймай, осындай азаматтардың арқасында кентімізде тек жақсы нәрселер, іскі ниеттер жалғасын тауып, тек қызықтарын өздеріңіз қатар көріп жүріңіздер дейміз түлектер. Жақсының жақсылығын айт нұр тассын дейді. Туған ауылына тарту жасап жүрекке жылуын жеткізген 2005 жылға 189 мектепті бітірген түлектер барша ауыл атынан алғыс білдіреміз. Ауыл алтын бесік, осындай шаралар елге деген сүйіспеншіліктің нақты көрінісі. Бүгінгі салтанатты шарамызды осымен аяқтай отырып қатысқан баршаңызға ризашылығымызды білдіреміз. Көңілдеріңізге шаттық, денсаулықтарыңызға байлық тілейміз. Ауылдарыңыз, елдеріңіз, кенттеріңіз гүлдене берсін. Алла қаласа 30 жылдықта осы азаматшылық түгел төрт көздеріңізбен, бала шағаңызбен осындай әлияның тағы да үлкен төрінде кездесуге жатсын. Түлектер баршаңыз естелік келіп түсулеріңізге болады осы жерге. Балдарыңызбенен, жарларыңызбенен, барларыңызбенен. Тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткен бе, мектеп ортаға 20 жас 20 өткен бе, қайғылындай дерсіп ортаға енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері 20 жыл естілмейді, өтіп кетті 20 жас 20 өткен бе, қайғылындай дерсіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Еске алысып әңгіме бала күндерді, класс болып қыдырған айлы күндерді, бірің ана бірің әке болғандармен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті 20 жас 20 өткенде, айлындай дерсіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті 20 жас 20 өткенде, айлындай дерсіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Ортамызда сирек арамыз, ауласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті 20 жас 20 өткенде, қайғылындай дерсіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті 20 жас 20 өткенде, қайғылындай дерсіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أنا قوس سنين. Git bay. Gittim o zaman. Қуанышты күндерің көп болсын. Осындай елге қызмет еткен еңбектерің жана берсін. Өстіп бақытты, семьяда бақытты болыңдар. Алла қойған мақсаттарыңа жете беріңдер. Мынандай 20 жылдықты қолына келетін адамдар, оқушылар ғана кездеседі. Сендерге алғысымыз шексіз. Рахмет. Алды болыңдар. Сендердің бір аяқтарыңа шеге кірсе, біздің маңдайымызға шеге кіргендей болып біз жүрегіміз ауырып жатқандар. Білесіздер ме? Мұхтар көбіне кешігенде сабақты бастайды. Сол жүректі толғып қазір. Жүрекке бір толғы серпіп беріп тұр. Ол да бір бақыт шығар. Ерлан айтпай қояйын. Қалдар дейді, қызықтарды айтып жатырмыз. Рахмет. Бәріне. Мен баласында жиналысқа кеткенде қуатпайды. Сақиева, екеуі мынандай Зейнеп апайымнан сөйтіп класстың бір қызын, бір ұлын сөйлетпейді, тым-тырыс ізбасарым деуге болады. Қазір баласына сабақ береміз. Қыздарына баласына. Менің басында 37 бала болды. Қыздарым да мықты қыздар болды. Енді қарап отырсақ, кейде мешел жасаймыз ғой. Сол мешелден қайтарып жібердік. Қазір өкініп тұрмын да. Өйткенше балалар, қазіргі кезеңде қарасаң 7-ші класс, 6-ші класста 10-да, 11-де, 12-де мешелден қайтып жатады. Мен айтамын, обалдарға обалдық жасаған екен. Ерлан, есікте қалып қойған шығар, сені құдай біледі.
Герой салған. Тауып алдым. Иә, қызметші балдар көп екен. Молодец. Қанша жастық кезде бұзықшылық болар, бәрінде де жастық болар. Бірақ енді қарап отырсам бәрі қоғам елімен араласқаннан кейін оқып бітіріңдер, енді жалғызды бүйтінде ғана тұрып жатқан жоқсыңдар. Басқа қалаға барып деп жатсыңдар, армияға барғандарың бар, барлықтарың өзгеріп, қазір қарап отырсам үлкен бір енді семьяны ұстап отқан тұлға ретінде қалыптасқансыңдар. Осы келбеттеріңмен танбаңдар, алдыға беріп жүре беріңдер. Иә, тоқтамаңдар. Мына бірлік бар жерде, тірлік бар дейді. Бірлесіп, бір-бірлеріне тоқтау айтқан кезде, бір-бірлерінің сөздеріңді тыңдай біліңдер. Мен қуанып отырмын. Мына өте керемет оқыды ғой мынау. Есемейдер, Нұрлан, ойбай бір күні нешті жүрейін деп жатыр. Бір қандай еді? Ұмытқап тұрмын, білмеймін, бір мейрам ба? Мен шулайын деп жатыр. Сонан мына жерге дайындап жатырмын. Нұрлан мен Снежанға дайындалып жатыр. Сөйтсе Снежанға бір нәрсе деп еді. Мынау қылтиып қалды. Сонан мен болмай, екеуше 2 күн жүрді. 2 күн жүрді екеуі. Сосын шақырып алып. Мен қалай өтсеңдер, олай өтсеңдер. Сөйтіп барып жүргізді. Бір-біріне қарамай. Сөйтіп қолдарындағы қағаз алмады менде. Тастап кетеді Нұрлан. Басқа айтпай. Естерін демеген? Тастап кетеді. Екеуінің ортасында бір сыр бар. Сол есікке қалғанда мен айтам, бұл балаларға бір артық сөз айттым ба, бір нәрсе дедім ба, мен өзім үйге барып есептеген ғой. Нұрлан ешқандай ұрысқан жоқпын, бір жақып бекіпке не болды? Содан мамасына звондадым, сөйтсе, ой, ертең болады, біз не режесін деп, жоқ ертең неге кәдімгідей жүргізді. Мынау кебет Снежанаға шығып жүргізді. Мен есімге қалған нәрселерге айтқанмын. Барлықтарыңда қызықтарың көп. Айта берсем, таусылмайды. Таусылмай бересіздер. Мажапай. Чемпион деген дауысыңыз есіміз келіп тұр ғой. Сіз отырасыз. Асланбек алғысы ол. Қалайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Бүгін сендер 20 жылдан кейін кездесіп тұрғанда азамат болғансыңдар, нығайғансыңдар. Келбеттерің келіп, ақыл тоқтатқан кезде кездесіп тұрмыз. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Өмір деген бір жатқан керемет толқынмен өзен ғой. Сонда аман есен бірде былай шығарып тастайды, бірде былай алып кетеді. Сол қиындықтардан жақсы өтуге тілектеспіз. Көп жақсы кезеңдер өтті ғой Гүлнар-ау. Оны еске түсіріп айтсам, мына жерде бір арық қазір, осы арықтан мен балаларды оятумен болатын да мұның. 2 қолым бар, 2 қолды оятуға барам деп, мынау неге құлап аяғымды сындырып, 2 ай жаттым. Сосын мына жерде балым бар, барсам, апай баламыз жоқ дейді, барсам балалар ұйықтап жатады. Балалық кездердің бәрін жеңіп, әдемі, қазір Құдай біледі, ата-анасыңдар ғой бардықтар, иә? Алла өмірлерің шуақты болсын. Көрсеткендер өздеріне әсерлі болсын. Бала-шағалардың қызығын көріңдер. Біздің енді міндетіміз ғой ұстаздың. Сендердің ең жақсы кезеңдерің, тәтті балалық шақтарыңды бізбен бірге өткізіңдер. Сен кездерде болды кейбір кезде. Мына жақтан айналып, мектепке әкелген сияқты бол, келсем класста жоқ, қайтадан қашып кетеді. Оны өзі іштері біліп тұр, қайсы. Bizim Ayza'da, Nurman, Kerim'in ұйымдастырыш, Құралай деген қыздар сұмдық оқымыш, барлықтарында жаман еместер,
бірақ ерекше балдар болды сондай. Өз әдемі кездер өздерің білесіңдер ғой, кімнің қалай оқығанын. Алла талаптарына нұр берсін, өмірлерің сәтті болсын, шуақты болсын. Осы апайлардың кішкене еңбегін әдемілеп өстіп көрсеткендерге рахмет. 20 жылдық кездесуді ұйымдастырып жақсы болып қалдық. Үйде жаңағы шүкір ғой, жаман емессіз ғой. Бала шағаның ортасында отырғанда бір үлкен ғайып. Бірақ сендердің түрлеріңді бір көргеннің өзі жаңағы бірнеше жасқа жасарып қалдық дейікші. Сол кездегі қара сорғыны ұстап алып, арттарынан жолмен кездерді. Енді қаладан қатынағасын кішкене қиындау болып қалсын. Аман жүріңдер, Алла тезірек жастықтарын естіртсін, әр қадамдарың нұрлы болсын, шуақты болсын, бәріңді естіп атың жақсы екен, бәрінің бір-екі балағына үйленбей қапты ғой, жаңа мамасы айтып жатыр. Менің баламды 20 жылдан кейін үйленеміз деп жүр олар. Ғани екен, керемет жігіттер. Өмір ғой енді, тағдыр шығады. Бәрінде жақсы болыңдар, Алла тағала ұрпақтар açу керек. Балалы шағалы болып қоғамға қызмет етіңдер, жақсы жүріңдер, тілектеспін бәріне. Аманшылықта кездесіңдер. Енді оқушылардың тарапынан старосталар бар ма сөйлейтін? Староста болсын, инициативный, любой. Құрметті сыныптастар, қуаныштымын бүгін сіздер көргендеріңе. Болашаққа деген үмітпен бардық, одан бері қанша уақыт өтті. Бәріміз де қазір біреудің ата-анасы болып отыр. Шынында да мектепке деген сағыныш, балалық естеліктер сіздерді көріп бір толқып қалдық. Бүгін толқитын кеш болды, өзіме әйтеуір толқитын күн болды. Бәрімізді көріп, ойбай, бәрімізді қартайып қаптық қой деп те ойлап қалдым. Баяғы жамнасыз студенттеріміз деп артына-сыртын біреулер сөйтіп ойлап жатыр, мен өзім ойым ғой. Не дейміз, жақсы күнде өтті бұл мектепте. Қызықты кешкелер еске алып жүремін. Бір күні наурыз болатын болды, мектепке апай айтқан ғой, бәрін сен бауыздап кел, сен қазап кел, сен напитка кел деген ғой. Сосын бәрін жинап алып айтқан ғой, не істейсің бейтик, біз неге алып келді бейтик істейміз. Сөйтіп жаман сөз істеген бар еді. Жаман активист едім ғой сонда ең жақсы күндеріміз бізде тазалық сектор кім еді осы? үшін бұл қасиетті орын деп ойлаймын. Тек барлықтарыңыздың жанұяңызға бақыт тілеймін, жүректеріңізге шаттық тілеймін, тек қана күліп жүріңіздер. Әрдайым қуаныштымын. Бек телефонға түскенде düşсегенен. Мен аукцион қозаламын. Коммерция басталып кетті көне. Қайсына қараймыз, айтып қойыңдар арасында. Маған қараңдар. Қарағанда. Бірінші қараңға. Айттым да ертең. Егердің ішінде осыдан 20 жыл бұрын мектеп бітіріп жатқан түлектердің кейбірі, бәрі емес. 11 бітірген. Сіздердің жаңа арман мақсаттарын жазып осының ішіне салған екен, тілектері бар. Соны енді қазір ашып оқиық дейді. Оны кім сақтаған айтсаңдар 20 жыл бойы. 20 жыл бойы. Көзімен қарашып қайғысы болды. Гарантия жоқ. Таласпа. Бір-біреуді. Ат жөндеріңді оқыңдар. Фото жоқ. Әр жұмыс ат жөндеріңді.
Bir adam оқып қарасын. Ғарышкер болып жазыңдар. Бигманға қайда? Бигман оқиық та Бигманға жоқ адамдар оқиық та. Қазір соңынан оқимыз, жинап алайық. Сендер оқысаңыз. Сауықма Динара. Не жазған оқысаңыз. Нұрландікі виде. Нұрла. Мектепті бітіргеннен кейін жоғары оқу орнына түсу ең басты арманым деп. Журналистика мамандығы бойынша осы салада қызмет атқарғым келеді. Осы арманым орындалса, онда мен бақыттымын деп ойлаймын. Барлық класстас достарымның да аңсаған армандарының орындалуына тілектеспін. 6-сы 12-2004 жылы сағат 9-да жазыппыз. 22-ші кабинеттің 1-ші қатарының 6-шы партасында отырып, өз арманымды жаздым. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياة نبينا يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول бүгінгі істеп жатқан кәсіпкерге мекемесі деп қоямын. Барлықтардың бастарын қосып, қайтыс болған марқұм болып кеткен балдарымызға құран жасысыздар. Бірінші 2013 жылы қайтыс болған Әлімжан Жарасұлы кенеттен қайтыс болды. Одан кейін тағы оқушымыз Дима қайтыс болды. Осыларға құран бағыштап жатырмыз. Өлі түрбаймай, өлі риза болмайды дейді. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Адамдар келеді ғой деп ойлап едік жерде. Енді сендер өздерін жеткізесіңдер, папаларына, мамаларына, папасы мен мамасы ауырып жатыр деді Әлімжанның. Нәжидің Диманың мамасы өсият етті, мен енді беріп келмей жатқанмын. Рахмет, Алла сыйласын сендерді. Бұл да болса көрегендіктеріңді көрсетіп, салт дәстүрлеріңді аттамай, үлкен азамат болғандықтарыңды білдіріп жатсыңдар. Ол да болса
кейінгілерге үлгі насихат жасап жатсыңдар. Бүгінгі құрбан айттары құтты болсын, барлықтарына береке бірлік берсін, семьяларына қуаныш береке әкелсін, айттан айтса аман есен кете берейік. Оқытқан Құрандардың дұға тілектерінің барлығы Алланың құлағына шалынып, періштелер әуелейіндесін. Мына мен Әлімжанға класс жетекші болып едім. Енді мен өзімнің артымнан мына жерде мамасының басы ағасын келін алмаса да өзім орамал алып келмедім. Старшысына қайсысы біреу бар, мамасының басына жауып кетіңдер, тәңге біреуін қабылдап ала қойыңдар. Азыл, иә. Әйтеу қазақтың салт дәстүрі ғой, содан аттап кетпей, сол кісілер тыныш болса, жатқан кісілердің бәріне Құран оқытып, дұға бағыштар болсын, дұға тілектердің бәрі қабыл болсын. Жатқан жерлер жайлы болсын, Әлімжанның иманында Алладан қайтсын барам, салауаттары істеген бір естіген елерінің барлығы. Сендер ондай жүректерде сақтағандарыңа рахмет. 20 жылдан еңбегіңіздің пайыз болсын, адамгершілік жасап, біздің жаңағы еңбегімізді жемізсіздер ғой. Барлықтар азаматсыздар, бір-біріңізді күресіңдер, жігіттер әсіресе балалық шалалықтар болды. Ол қызығы ғой сол. Оқушылығының ең қызық кезінің соны. Сендерге келешектегі жақын болсын айналайын, барлық армандары орындалсын. Мынау кетіп қалған болғанның, кетіп қалған достарының алдағы жарық болсын, жатқан жерлері жайлы болсын. Ол Алланың қалауы ғой, Алла ешкім қарсын жалмайды. Өмірлерін өздеріне берсін, ата-аналарына бауырларына берсін. Алла барлық тек қана жақсылықта, жақсы күндерде кездесіп берсін. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين إن شاء الله يستشكروا شيء الله خير من جمال المسلمين خاتم صلاة قيام مصطفى صلى الله عليه وسلم شكر سبحانه وتعالى قيام مصطفى قيام مصطفى صلى الله عليه وسلم أعطينا سحور الشهيد أبي مسلمين البرنين وعمنا خرس والبرنين Николай Волосов. Диман Ровна, және де осы құрамында осы құрамның нұрмен ұлғаныр бе Алла Тағала бір-бірмен сенің күн үшін кешір қабырзан бұзауытын тамамын қабыр үшін ұстымаларын қабыр өткен іштен Алла Тағала я Алла Тағала қабыр өткен я Алла Тағала қабыр өткен сатыр қабыр өткен қабыр өткен Раббана Құрметті сыныптастар, бүгінгі біздің ұйымдастырып жатқан 20 жылдығымыз баршамызға құтты болсын. Бүгінгі оқып жатқан құрамыз қабыл болсын. Бүгінгі арамызға келіп жатқан ұстаздарымызға мың алғыс. Жұмаш апай, Гүлнар апай, Зейнеп апай, сіздерден біліммен тәрбие алдық. Сіздердің берген білім тәрбиелеріңіздің арқасында біз біліп жатырмыз. Сіздерге алғысымызды айтамыз. Біздің сыныптастардың атынан сіздерге асақтай сыйлығымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Жаңағы сертификат өзіміз қыздар болып ақылдасып сіздерге үйлеріңізге әдемі ыдыс алдық. Сіздер өз алдарыңызда бізден естелік болып қалсын. Рахмет сіздерге. сыныптастарымызға сол кісілердің арасынан жиналып жатырмыз. Апай сіздерге де рахмет. Әуелі Алла, содан кейін сіздердің арқаларыңыз осы күнге жеткеніміз, тұлғалық қалыптасуымыз, бүгінде өзімізде ата-ана болып сіздердің қадірлеріңізді алып жатырмыз. Сізге балалар болып тұр. Сіздерге көп рахмет. Сыныптастар, сіздерге де көп рахмет. Жиналғандарыңызға Отамызда жоқ